Сәлем YouTube оқырмандар. Бүгін сіздерге төркін деген әңгімені оқитын боламын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бала кезінде анам 3 баламен ажырасып тынды. Өйткені әкем жатып ішер еркек болды. Жұмыс жасамайтын. Әкемді анам 10 жылдай бағып, одан кейін қуып жіберді. Мен, әпкем, інім үшеуміз ештеңеден тарықпай өмір сүрдік. Нағашы ата-әжем бақуатты тұрды. Бізге көмектесіп тұратын еді. Бой жеткен сайын анам әпкем екеумізге оқыған білімді, тұрмысы жақсы жігітпен отау құрыңдар. Өмір бойы баршылықта өстіңдер. Әкең сияқты білімсіз, надан еркек бастарыңның соры болады, деп жиі айтатын. Анамның сөзіне келіскендей болатынбыз. Әлі де балалығымыз қалмаған. Біздер еркелеп жүріп, қалай бой жеткенімізді байқамай қалдық. Әпкем қаладағы беделді университеттердің бірінде оқыды. Сол жақта өзімен қатарлас бір жігітті кездестірді. Әлгі жігіттің ата-анасы үлкен кәсіпкерлер, дәулетті кісілер екен. Әпкем анасын таңдап, жігіттің ақылын, біліміне, тектілігіне сүйсініп, оған тұрмысқа шықты. Ал мен өз жолымды әлі таппай жүрген едім. Көктемнің бір кешінде құрбым мені серуенге шақырды. Қала саябағында жай ғана қыдырып жүрген едік. Сол жерде бір қарапайым, бірақ жүзінен жылылық есіп тұрған жігітпен таныстым. Өзін Ерасыл деп таныстырды. Ауылдан келген, әкесіз өскен, анасы қарапайым мұғалім екен. Қалтасында ақша, астында көлік болмаса да, сөздері түзу, ойы терең жігіт екенін бірден байқадым. Бірақ анамның ескертуі ойымнан кетпеді. Білімді, тұрмысы жақсы жігітті таңда деген сөзі санамда жаңғырып тұрды. Дегенмен жүрекке әмір жүрмейді екен. Ерасылмен сөйлескен сайын оған деген сезімім күшейе түсті. Ерасылмен басында дос ретінде араласып тұрдым. Оның бір тылсым сиқыры бар сияқты. Мені өзіне жіпсіз байлады. Өзімді ол жігітпен кездеспеуге тырыссам да, жүрегім оны аңсап сағынып тұратынмын. Солай біздер үшін жыл бойы қыз бен жігіт болып жүргенде, менің өмірім күрт өзгерді. Әпкем бақуатты отбасына келін болып түскелі жатты. Сол кезде отбасыммен бәріміз кездесуге барғанда, сол әулеттің маған қатарлас кенже ұлы маған бір көргеннен ғашық болыпты. Сол күннен бастап әлгі болашақ құда-бала менің ізімнен қалмай, қайда жүрсем де көлігімен жолымды кес-кестеп, кездейсоқтықтарды әдейі ұйымдастырып жүрді. Анам бұл жаңалыққа қатты қуанып, болашақ құдаларына бір емес, 2 қызын қатар ұзатуды ойластырып қойыпты. Менің тағдырым жайлы шешімді ешкім сұрамаған күйі. Әпкем екеумізді бір үйге аттандырмақ болған естігенде, төбемнен жай түскендей болды. Жүрегімдегі дауыл мен жан дүниемді толқыныс тыныштық таппады. Үйде мен үшін ұрыс-керіс басталды. Мен анамды тыңдаған жігітке тұрмысқа шықпаймын деп бүлік салдым. Анамның ызғарлы дауысы құлағымды тіліп өтеді. Мен ол жігітке тұрмысқа шықпаймын, өз сүйгенім бар дедім, бар даусыммен. Кім ол деп анам тікесін қарады. Ерасыл, анамның жүзі күрт өзгерді. Бір сәтке үнсіз қалды да, қабағын түйіп, жағдайы қандай, деді зілмен. Жауап беруге асықпадым. Білемін, Ерасыл бай емес, әкесі ерте қайтыс болған, өзі жұмыс істеп анасымен бірге бауырларын асырап жүр. Ол мені ешқашан хан сарайында ұстай алмайды, бірақ мені шын сүйетініне сенемін. Ол жақсы адам, апа, дедім ақырын. Анам мырс етіп күлді. Жақсы адам, тек жақсы болу жеткіліксіз қызым. Мен сенің болашағыңды ойлаймын. Әпкеңнің қайнысы нағыз күйеу бала, бай, жағдайы жақсы. Күйеуге шыққан соң маған өмір бойы рахмет айтасың. Мен бақытсыз боламын, дедім дірілдеп. Ештеңе етпейді, бай боласың, деді анам салқындады. Жанарым жасқа толды. Анама неге бәрібір, неге ол менің жүрегімдегі махаббатты есеп-қисапқа айырбастап жатыр?